достар, сіздермен бірге Ахмет. Бүгін ғана біз суасты таулары туралы ақпарат айттық. Мен олардың түрлерін, қанша бар екенін, сондайларын айтқан болатын. Естеріңізде болсаңыздар, және бүгін мен олардың суреттерін сіздерге көрсетуді ұмытып кеттім. Кешірерсіздер, бірақ мен осы видеомызда солардың суреттерін көрсетейін деген. Біріншіден, осы жер бетіндегі Эвересттен бастайық. Эвересттен де биік суасты тауы бар дегенмін осы немізде видеомызда. Ол таудың аты қателеспесем Мауна Кеа екен. Ол таудың биіктігі 9000 метр деп айтқан болатынмын. Міне суретін көрсетейін. Мынау болу керек. Қателеспесем міне достар, мынау. Осы Мауна Кеа тауы су астында жатыр, жарты бөлігі. Бізге оның арақ бөлігі көрініп тұр. Сіздер 9000 метр деп айтуға болады. 9000 метр екен. 9000 метр деп, егер ол жер бетінде тұрса, мүмкін Эвересттен де биік тау болатын еді. Ол тура бір суасты тауы деген бір Атлантида сияқты екен. Бірақ Атлантида аңызға айналып кеткен жер. Сонымен сіздерге көрсетейін қазір. Міне, мыналардың бәрі суасты таулары достар. Міне. Мынау мұхитаралық жота дейді. Көкпеңбекті көрдіңіздер ме мынау тауды? Сол мұхитаралық жота деген. Міне суреттері олардың. Міне. Бұлардың бәрі сол суасты тауларына жатады. Міне. Осы таулардың бәрі суасты таулар екен достар. Достар, осымен біз аяқтаймыз. Видеоны лайк басыңдар, каналға жазылыңдар. Мен осы суасты тауларының суреттерін сіздерге көрсетейін деген. Сау болыңыздар, каналға жазылыңыздар.